Саламатсыздарбы? Бүгүн мен үйдө бар заттар менен кырыш дайындайтын болом. Ыдысыбызга 2 ас касыктай май куябыз. Майымыз кызгасын. 1 стакан кырыш салатасын. Кырышымызды май менен аралаштырабыз бирге. Кырышымызды кыздырабыз. Кырышымыз менен майымыз кызгасын. 1 чай касык туз салабыз. Туз салгандан кийин 1 стакан кырышка 2 стакан кайнаган суу куябыз. Бетін жауып піскенше күтеміз. Отын ақырын қоямыз. Және де бізге 4 жұмыртқа керек. Ол жұмыртқаның біз сарысын ағынан бөліп аламыз керек. Так, екінші жұмыртқамыз. Жұмыртқамыз жуылған, үйде тұрған жұмыртқа. Ағын сарысынан бөліп кішкене туындау екен. Осылай бөліп аламыз. Профессионально. Бәріміздің қолдарына келе бермейді деп айтып жатқам. Күрішіміз піскенше, күрішімізге қосатын заттар дайындап аламыз. Жуа, мысалы картошка, чеснок. Үйде не бар, соның бәрін қоса беруге болады. Тауықтың еті, мысалы. Ет қоссаңыздар да болады. Турап дайындап аламыз. Картошка қосып болады. Мен күйеуіме поддержка жасап сөйлеп тұрайын деп шештім. Күйеуім өте сөзге жоқ кісі, сондықтан кішкене видеоны, әңгімені поддерживать етейін. Обязательно емес, именно осы біздің видеодағы заттарды қосу. Камераны дұрыстап қояйын. Үйлеріңізде не бар? Кез келген нәрсе, ет болама, піскен ет, тауықтың еті, любой нәрсені пайдалана берсеңіздер болады. Мындай қысқа дайындаған, мен әйелім дайындаған тәтті кырыш. Жасылы бар, қызылы бар. Турап біз салат дайындап қойғанбыз. Осыны қоссақ болады. Сосын тауықтың еті. Біз копченый тауықтың етін пайдаланып жатырмыз. Бізде кеше цезарь салатынан қалған. Оны қосамыз. Өте дәмді болады. Міне 15 минуттай уақыт өтті. Күрішіміз пісті. Күрішімізді араластырамыз. Жұмыртқамыздың сарысын өстіп араластырып аламыз. Осы жұмыртқамыздың сарысын күрішімізге құямыз. Отымызды ақырын қойып, осыны бір араластырамыз. Обычный күрішпен жұмыртқа болса да, есі күшті шығып жатыр.
Ал жұмыртқамыздың ағына тұз қосып, 1 шай қасықтай тұз қосамыз, жарты шай қасықтай. Сосын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың ағын дәл солай үстінен құямыз. Сосын араластырып, 2 минуттай пісіреміз. Екі ас қасық тағыдан май құйып, күрішімізге қосатын заттарымызды қуырамыз. Негізі я майда қыздырып барып жуаны қосу керек еді. Біз кішкене ерте қосып қойдық. Ештеңе етпейді, бәрібір піседі деген. Тамағымыздың дәмі жақсы болу үшін, күшті болу үшін, шыланымызды тоже жуанмен бірге, сарымсағымызды жуанмен бірге қуырамыз. Жуанымызбен чесногымыз қуырғаннан кейін қалған овощарымызды саламыз. Қыздап Ondan қуырғаннан кейін тауықтың еті соны қосып тағы араластырып енді біз күрішімізді формаға саламыз. Форма бізде кесе, менде кесе, форма жоқ. Әйелім бермей отыр. Кез келген әдемі форма, ыдысқа форма жасасаңыздар болады, ыдыс арқылы. Тегістеп, Престейміз. Форма жасаймыз да. Болды. Формамызды тарелкамызға саламыз жақсылап. Неткен сұлулық. Сосын дайын болған овощарымызды астына әрлеп қоямыз. Әрлеп, жақсылап саламыз осылай. Енді, как обычно, әйелі дегустация жасайды. Сіздер, конечно, көре берсеңіз болады, ұқсап бердім. Бірінші. Негізі күрішті жеу керек, күріштің дәмі вообще ерекше. Типа бәрін бірге араластырса болады ғой деп еттен жасады ол. Жоқ, олай емес. Міне қара. Деп ше. Күшті күн шын айтам. Күріштің дәмі ерекше. Вообще. Үйлеріңізді обязательно дайындап қойыңыздар. Өтірік айтпаймын, шын айтам. Дәмі өте керемет. Мынау ғой, мынандай сыз-ақ өзіңді жеген күшті не? Шын айтам. Қараңыздар. Прям 5-тен 5 деген баға қоямыз. Міне бүгінгі кешкі асымыз дайын болды. Жай күріш пісіргеннен гөрі осылай араластырып, үйде не бар, сонымен дайындап көріңіздер. Жаңа тіл үйрет, астарыңыз дәмді болсын. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.